Қараңызшы, мынаны енді үйреніп алыңызшы. Өте керемет, өте оңай әдісті ән айтуға домбыраменші. Қараңыз, әсіресе мына бір шектеп үйреніп қап кеткен, не болмаса мына өз балаңнан дегеннен басқа ештеңе үйрене алмай соғи қап кеткен адамдар үшін өте керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Кеше бір әнді көрсеттім. Гитараның аккорды сияқты да ұстап әдемілеп тартуға болады деп. Соны енді дұрыстап көрсетіңізші. Мынау домбырада дұрыс көрінбейді екен деп біраз адам сұрап жатыр. Қарап алыңыз. Мына 7 аккорд. Аккорд деп айта берейікші, енді негізі шын мәнінде қалай айтылатынын білмеймін. Қазір енді мега патриоттар шығуы мүмкін. Аккорд деген домбыраның сөзі емес, гитаранікі ана мынау деп. Главное, үйреніп алсақ болды емес пе? Қараңыз енді. Аккорд деп айта берейін. Менің нүктем негізі жоғары жағында сіздерге түсінікті болу үшін мен бормен сызып қойдым бүйтіп енді. Қараңыз, ең бірінші мына кішкене саусағымыз астыңғы шекті, мына бірінші саусағымыз жоғарғы шекті ұстайды. Бірінші аккордыңыз мына мұқият қарап алыңыз. Үйреніп алыңыз. Біріншісі осы. Екіншісі мына. Үшіншісі мынау. Төртіншісі мынау. Екі нүктеге қоямыз саусағымызды. Бесіншісі мынау. Алтыншысы тағы да екі нүктеге қоямыз мына екеуіне. Жетіншісі мынау. Мына осы жетеуін үйреніп алсаңыз, кез келген әнді айта бересіз. Мен сізге қазір мысал көрсетемін. Современный әндердің көбісінің сөзін біле бермейміз. Қазір енді сол әуенін келтіріп көрсетіп көрейін. Мысалға былай. Жүрек адам, е? На-на-на-нам, на-на-на-на, жаным адамға, сен маған елес, на-на-на-на-на-на деп кете береді. Не болмаса, қазір хит болып отқан жаныңнан сенің өткенде, танысыйсың деп сепкенде, сезбейдің неге? Деп осылай тарта беруге болады. Ескі әндерден. Жағаңда ер жеткен, әніңді тербеткен, жайықтың толқыны дарып, жастық-ай шіркіні деп жүрегім өлпілі деп аңсайды сол күндері, жайықтың толқындары деп тарта беруге болады, көрдіңіз ба? Егер үйде домбыра болса, қайталап тартып үйреніп көріңіз, әндерге салып көріңіз. Осы жетеуін білсеңіз болды. Сіз енді үлкен сахнаға шығайын деп отқан жоқсыз ғой. Кейбір адамдар үйде оңашада өзімен өзі ән айтқысы келеді. Не болмаса керісінше